Ассалаумағалейкум, брат жандар. Арамызға мопед алып жаңадан қосылып жатқан брат жандарға 4 кеңес. Ең бірінші кеңесім, мысалға велодорожка деген нәрсе бар, Алматы қаласында көшелерде. Көбінесе велодорожкамен жүрген кезде біз басамыз. Бірақ та көптеген көліктер біз айдап келе жатқан кезде оған мән бермейді да. Мысалға мына жерде велодорожка тұр, яғни мына жақпен мысалы көлік келе жатыр. Біз ұшып келе жатамыз, көлік дворға бұрылып кіре салады, и біз оған соғыламыз. Сондай қауіптен абай болыңыздар. Екіншіден, далада жаңбыр жауған кезде біз көбінесе келе жатамыз, яғни передний тормозды басып жібереміз қатты, немесе задний тормозды қатты басып жібереміз. Басып тоқтаудың қажеті жоқ, себебі мопедте ABS деген система жоқ. Қалай тоқтау керек? Мен көбінесе өзім мысалға келе жатам, задний тормозға акцент салам. Ақырын плавно басып, передний тормозды басып жіберіп, сөйтіп тоқтаймын өзім. Бұлай резко басып жіберу дегенді достар мүлде ұмытыңыздар. Үшінші кеңес,